Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен Төлеуқұл Айзат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай дайындалатын, әрі өте дәмді ыстық тамақ түрі итальяндық болоньезе пастасының рецептісін ұсынамын. Бұл ыстық тамақ түрі менің үйде жиі жасайтын тағам болып табылады. Егер алдында дайындап көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындауға кеңес беремін. Ең алдымен бізге қажетті қоспалардағы қызанаққа қайнаған ыстық су құйып, жарты сағатқа қоямыз. Бұл қабығының оңай алынуына көмектеседі. Ал пияз, сарымсақ, селдері және сәбізді алдын ала ұсақтап турап аламыз. Қызып тұрған табаға сұйық май құйып, пияз бен сарымсақты түссіз мөлдір қалыпқа шейін қуырып аламыз. Кейін сәбіз бен селдерейді де қосамыз, оны да жұмсарғанша жақсылап қуырамыз. Келесі кезекте тартылған сиыр етін қосып, үлкен түйіршіксіз болу үшін осылай үстінен басып ұсақтаймыз. Оның үстіне тұз бен қара бұрышты дәміне қарай қосамыз да, ары қарай орташа отта қуырамыз. Сол уақытта қызанақтан суын төгіп, қабығын осылай оңай алып тастаймыз және де блендер көмегімен толықтай еземіз. Кейін қуырылған етімізге бір ас қасық томат пастасын қосып, сәл қуырып аламыз. Келесі кезекте езілген қызанақты толықтай үстінен құйып, оған кептірілген немесе жаңа піскен базилик қосамыз да, пештің ең төменгі отына қойып, 1-2 сағат көлемінде бұқтырамыз. Біздің болоньезе соусымыз дайын болып қалған сәтте, көп мөлшерде қайнап тұрған суға спагеттилерді салып, сәл тұз қосып, толықтай пісіріп аламыз. Спагеттидің шамамен пісу уақыты әр қаптаманың сыртында көрсетілген. Олар піскен уақытта суын төгіп, 1-2 қасық соусты қосып араластырып аламыз. Және де әр тәрелкеге салып, соңында үстіне пармезан ірімшігін үпкілеп, жақындарымызға ұсынамыз. Біздің өте дәмді итальяндық болоньезе пастасы дайын. Мен үшін жалпы пасталардың арасындағы ең жеңіл, тез уақытта дайындалатын ерекше дәмдісі осы болоньезе пастасы болып табылады. Ол біздің отбасының сүйіп жейтін ыстық тағамының бірі. Сіздерге де ұнайды деген үміттемін. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Алдағы видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат. Баршаңызға сәттілік.